Сәлем достар, біз бүгін жарты сағатта дайын болатын осындай дайын қатпарлы қамырдан десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Дайын қамырды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шықтым. Тым жұқа болып кетпеу керек. Міне осылай. Енді жайып болғаннан соң осылай 3 кеске бөлдім. Сол кезде бізде 9 бөлік шығатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасын осылай 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Сосын шанышқымен шаншып шықтым. Өйткені шанышқымен шаншу себебі ол көтеріліп кетпеу үшін істейміз. Бәрін осылай істеп жасап шығамыз. Ал енді табамызға жаңағы кесілген қамырымызды үстіне қойып шығамыз қатарынан. Ал енді бізге алма керек болатын болады. Осы алманы кубик қылып турап шықтым, 4 бұрыш етіп майдалап. Жаңағы қамырымыздың үстіне енді менде мұздатылған осындай таңқурай, яғни малина болды. Сол малинамызды қойып шықтық. Өзіңіздің қалауыңызша үйіңізде қандай жеміс бар, сол жемістермен жасауыңызға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен осылай қойып шықтым. Енді жаңағы туралған алмамызды жанына қойып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрыштың ішінен асырмау қажет. Ал екінші листімізді де дәл солай осылай турап қойып шықтым. Үйде қандай варенье бар, сонымен жасасаңыздар да болады. Менде осындай апельсиновый варенье болды. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып шықтым. Ал пешімізді бұл уақытта алдын ала 200 градуста қыздырып қоямыз. Міне біздің десертіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл әп-әдемі болып тұр. Сондай қытырлап, жұп-жұмсақ болып. Енді бұл десерттің үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханыңызға қоя берсеңіз болады. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер сіздерге рецептім ұнап жатса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Подписаться етуді ұмытпаңыздар, достар. Ас болсын.